Бүгін сіздердің назарларыңызға мына өткен аптада шыққан кітаптың тұсаукесерін жасағалы отырмын. Кітап 20 ғасырдың бас кезеңі және КСРО құрамындағы Қазақстан тарихы деп аталынады. Кеңестер билеген Қазақстанның саяси тарихының өзекті мәселелері. Мен тарих ғылымының докторы профессор Есенғазы Қуандық деген боламын. Мынау кітап 600 беттен тұрады. 1000-нан аса мұрағат архив деректеріне негізінде жазылған. Мынау кеңес дәуірінде диссертация қорғағандар, әсіресе докторский қорғағандар, ол ғылымға, білімге, ұрпаққа керек, оқулыққа кіргізілу керек болатын. Ал біздегі диссертациялар қорғағаннан кейін апарып архивте жатады, бетін ешкім ашпайды. Мен білемін, Қазпидің бір доктор наука бар, тарих ғылым докторы бар, ылғи министрліктің жаңағы құжаттарын жинап қорғаған. Немесе анау бір ректор вуз бар, Әл-Фарабидің. Өзінің жаңағы диссертациясының сыртында жетекшісі, ғылыми жетекшісінде көрсетпеген. Міне, мынау кітап ақтаңдақтардан арылған. Оның ішінде жаңағы кеңес дәуіріндегі жаңағы бұрмаланған, бұрын жаңағы биліктің, қызыл идеологияның негізінде жазылған, солардың шашбауын көтерген оқиғалардың бәрінен арылған тарихи оқиғалар бар. Мен жаңа сіздерге айттым, 1000-нан астам архив құжаттары бар. Бұл менің докторлық диссертациям кіші қазан кезеңіндегі Голощекиннің кезеңі ғой. Міне осы кезеңдің барлық оқиғалары тіркелген. Сонымен бірге Мирзаянның, жаңағы Рысқұловтың, анау Әбділда Тәжібаевтың, Сәбит Мұқановтың барлығының жаңағы қазаққа қиянат жасаған әрекеттері, оқиғалары жазылған. Мысалы, Мағжанды қалай қудалады, Қонаевтың жаңағы трайбализмді, жершілдікті қалай өршітті. Оны елдің барлығы, көпшілігі оны Қонаевты жер-көкке сыйғызбай мақтайды, бірақ тарихи деректерге сүйеніп, осының барлығының ақиқаты ашылды. Енді жақында мынау наурыз айының аяғында қазіргі Қазақстан Республикасы Мәжілісінің 10 депутаты ұлт зиялыларына үндеу жасапты. Ол үндеуінде жаңағы ақыл айтқан депутаттар болғаннан кейін өздерін бір ерекше санап, біздің айтқанымыз дұрыс деген мағынада былай деген. Жаңағы Қонаевты Тәшеновпенен, немесе жаңағы Сұлтанбек Қожановты Рысқұловпенен, тағы сондайларды бір-бірін айдап салудың қажеті жоқ. Олардың барлығын жаңағы елдің арасына жаңағы үркіту туғызады деген. Кешіріңіздер, депутат мырзалар. Олар мыналар: жаңағы Жанарбек Ашымжан, Елнұр Бейсенбай, Аманжол Әлтаев ақын, Қазбек Иса бұрынғы редактор, Ерлан Сайыров, Айдос Сарым, Ермұрат Папи, Ринат Заитов, Мақсат Толықбай, Жарқынбек Амантайұлы. Міне, шешен оратор депутаттардың айтып жүрген осы. Олар айтады, тарих қалай болды, солай қалсын. Оны ешқандай жаңағы қопарудың қажеті жоқ дейді. Міне, бұлардың мақсаты осындай болып тұр. Енді мен айтар едім, тарих халықтың зердесі. Ол қалай оқиға болды, солай жазылу керек. Оның қайғысы менен қайшылықтарының барлығы ұрпаққа жету керек. Ұрпақ өз таңдап алады не екендігін. Ал енді тарихты бұрмалап жасыра берсеңіздер, онда бұл ұлтқа, қазаққа қызмет етпейтін болады. Сондықтан осы жағын қатты ойластыру керек. Міне, депутат мырзаларға айтаным, сіздер өздеріңіз тарихты бұрмалап, жаңағы бұрынғы қызыл идеологияның дәуірлеп тұрған кезіндегі кезеңге қайтадан айналып келіп тұрсыздар. Сіздер бұл жерде саяси сауатсыздық көрсетіп тұрсыздар. Мысалы, Қонаевтың Қазақстанға жасаған қиянаты, Мирзаянның қиянаты, анау Рысқұловтың қиянатын барлығы халыққа белгілі болу керек. Сондықтан мынау Қонаевтың, мен жеке басына тиіспеймін, болғанменен оның халыққа жасаған қиянатын жұрт білу керек. Анау өткенде былтыр ғана 70-ке толған академик Абжанов деген тарихшы бар. Сол кісі 5 томдық кітап жазыпты. 5 томдық кітабында жаңағы ол не дейді 5 томдық кітабында? Қонаев дейді,
Қонаев дейді. Бұл мен енді сөзім рас болу үшін оның кітабынан мысал келтірейін. Жаңағы 5 томдық кітапта дейді. Қонаевтың дәлелсіз әспеттеп 3 томның 353-356 беттерінде былай деп жазыпты. 4-ші кезең 1955-86 жылдар дара дана тұлға Қонаев ұлт зиялыларының қамал қорғаны һәм болашағы символына айналды. Түркі әлемінің мақтанышын биігіне көтерілді деп әспеттеп жазыпты. Енді тың жерді игеруде үлкен ерлік жасады дейді. Мен бұл өтірігін былай шығарайын. Тың жерді игеру 1953 жылы басталды. Ал енді о кезеңде Қонаев ешқандай бірінші хатшы болған жоқ. Ол бірінші хатшылыққа 1960 жылы келді, 2 жылдан кейін орнынан алып тастап, Брежнев келгеннен кейін қайтадан келді. Ал енді бұл жерде Әбжанов мырза қып-қызыл өтірікке бұрмалап, Шаяхметов, Жұмабай Шаяхметовтің барлық тарихи еңбектерін барлығын Қонаевқа телеген. Бұл дегеніңіз тарихты бұрмалау болып саналады. Егер академик, тарихшы осылай жасаса, онда қалай болады? Тарих деген халықты ұлтқа қызмет ету керек. Оны адастырмау керек. Міне осы мақсатта мына кітаптың ішінде барлық жаңағы осындай ақтаңдақтарына арылтып тарихи оқиғалар жазылды. Бұнда Әнуар Әлімжановтың Мұхтар Әуезовті қудалағанда қалай құтқарды, Сталиннің Роза Бағланованы үйіне қонаққа шақырғаны, және анау Әбділда Тәжібаевтың алашордашыларды қалай қудалағаны, Мағжанды қудалағаны, Сәбиттің қылығы, Мирзаянның қылығы, міне барлығы осында бар. Ең аяғы анау желтоқсандағы Мұхтар Шахановтың съезде сөйлеген сөзін кімдер жазып берді. Міне бұның барлығын қазақ халқы, жұртшылық білу керек. Сонда ғана олар адаспайтын болады. Бұл тарих егер бұрмаланбай таза ақиқат тарих болса, онда біздің ұлтымызға, келешегімізге қызмет етеді. Ал біздің қазіргі оқып жүрген тарихымыздың бәрі бұрмаланған, жеке бір адамдарды дәріптеу, оларды асыра мақтау. Мен мысалы жаңағы Қонаевқа қатысты мынандай мәселе айтар едім. Ол кезеңде орталықта Москвадан бюджет болды, госплан, өздері бөліп отырды. Оны мен мынаған теңер едім. Мысалы банкоматтан ақша аласыз, ақша сіздікі. Сіз банкоматтан ақша алғаннан кейін, ол банкоматты мақтаудың қандай қажеті бар? Ол ақшаны аударып берген міндетін ғана атқарды. Сол сияқты Қонаев та міндетін атқарды, болды. Ол 43 қала, 68 поселок салды деп мақтанады. Ол 43 қаланың 68-нің барлығы жоспарлы түрде салынған, және оның көпшілігі Шаяхметовтің кезінде салынған. Шаяхметовтің кезінде 8 оқу орны ашылған. Жемпиді ашқан Шаяхметов. Ал енді жаңағы Әбжанов мырза не істеген? Өзінің 5 томдық тарих туралы кітабында 149 баспа табақ. Ол барлық қазақтың жаңағы дүлдүлдеріне сөз беріп, барлығын атап шыққанда, 16 жыл Қазақстанды басқарған Шаяхметовті аузын алмаған, 20 жасынан нарком болған Смағұл Садуақасов аузын алмаған, сонысын қазақтың мақтанышы болған Міржақып Дулат туралы жазбаған. Қалғанын барлығын жазған. Бұны қалай түсінуге болады? Бұл жерде академик мырза үлкен қателік жасап отыр. Мен осыны оқыдым да ұялдым Әбжанов үшін. Міне құрметті ағайындар, тарихи шындықты білгілеріңіз келсе, мына кітапты пен танысыңыздар, өкінбейсіздер. Менің телефоным 8-701-347-07-17. Мен Алматының тұрғынымын. Аман болыңыздар, жақсылық болсын Қазақстаным.